Біздің тағы бір әріптесіміз Серікгүл Сұлтанғажы есімді бикеш саяхаттай жүріп бізге арнайы материалдар түсіріп жүр. Оның да мақсаты жай өз ғана барып рахаттанып, өзінің саяхаттап жүргенде мақтанып қою емес. Көрген ерекше жерлерден алған әсермен бөлісу, және де қызықты деректермен ақпараттармен бөлісу. Ендеше ол бұл жолы Дубайдағы аквариум мен су асты зообағына барып қайтқан екен. Сол бейнематериал түсіріп жүрген бізге ендеше бірге көрейік. Дәл қазір мен Дубай сауда орталығының ішіндегі үлкен аквариумның ішінде келе жатырмын. Ең биік ғимарат Бурж Халифаның жанындағы сауда орталығы Дубай молға келсеңіз, міндетті түрде онда тек қана сауда-саттық орындары ғана емес, ішінде хайуанаттар бағы және аквариум бар екен. Мен қазір аквариумның ішіне кірдім, балықтың түр-түрі бар. Негізі дәл осындай аквариум өздеріңіз білесіздер, Астанада да бар. Балықтың түрі бар, іші де үлкен. Ал мына сауда орталығындағы бұл ұзын бір туннель орталықтың ішіндегі, бірақ өте үлкен емес. Бағасы қымбаттау. Сондықтан сыртынан да негізі балықтарды көруге болады. Осы орайда бізден сіздер үшін бір лайфхак болсын. Дегенмен жабық аквариум бағасын қымбат деп ойласаңыз, онда сіз оның ішіне кірмей қарама-қарсы дәмханаларда отырып, су астындағы тіршілік иелерін тамашалай аласыз. Олар алып аквариумның сыртқы жағында да жиі жүзіп жүреді екен. Аны қараңыздар, мына әдемілікті қараңыздар. Мына балықты қараңыздар, қандай қызық тұмсығы. Ұшаққа ұқсайды түрі. Бұл әлемдегі Гиннес рекордтар кітабына кірген ең үлкен жабық аквариум. 10 миллион литр су ішінде 33 мың түрлі теңіз жануар өмір сүреді. Дубайдағы ең танымал сауда орталығындағы алып аквариумнен сіз маржан түстес ұсақ балықтардан бастап акулалардың түр-түрін көре аласыз. Одан бөлек жануар бағына барсаңыз, қолтырауы мен пингвиндерді де кездестіруге болады. Бірақ біз ол жаққа бармадық, өйткені су әлемінен алған әсерімізде тіптен ерекше болды. Мұнда кішкентай теңіз аттарын көруге болады. Одан бөлек акулалардың құм, жолбарыс, риф түрлерінде кездестіре аласыз. Ал алып аквариумның ең қызықты кейіпкерлері түрлі скат балықтар десе де болады. Саңғырып, күліп сөйлеп келе жатқан сияқты бір түрлі. Мынау да акуланың бір түрі, мынау емес, міне кетіп барады, тағы басқа бір акула. Мен өзім бұл балықты көрмеппін бұрын соңды. Бірінші рет көріп тұрмын. Тұмсығы, аузы, көзі бәрі. Мына жерге келіп жатып алды қозғалмай. Қараңыз. Скат балықтардың бұл жерде 300-ден астам түрі бар. Құйрықтары ұзын, қамшы тәріздес, ал ауыздары адамның бет әлпетіне қатты ұқсайды және сізге қарап сөйлеп бара жатқандай әсер қалдырады. Дубай сауда орталығындағы алып аквариумде өзіңіз үшін экстремальды демалыс түрінде таңдай аласыз. Су астына түсіп, акулаларды тамақтандыруыңызға болады. Алайда біз жануарларды сырттай тамашалап, қызықтауды жөн санадық. Дубай қонақтарының көңілін аулап, қызық сыйлау үшін әрине сүңгуірлер су астына жиі түсіп, балықтарды тамақтандырып тұрады екен. Бұл көрініске әсіресе балалар мәз болды.